Қайырлы таң. Бүгінгі нарық кішкене кешегіге қарағанда өсіп келе жатыр екен. Қорқыныш пен ашкөздік индексі 20-ға жеткен. Соған қарағанда кішкене баға жоғарылайтын сияқты. Бүгінгі нарықты қарасақ, ең қатты өзгергендер GTO, XLM дейді. Бағасы көбірек өскендер. Осына бірінші GTO-ны талдама жасап көрейік. Трейдинг View-ға көшемін. Жерге сол нені токенді қосу керек. GTO дейді. Bybit, міне перпетуар контракт. Қосылды. Бірінші күндікті қараймыз ба? Күндікті қарасақ, кеше көлем жақсы үлкейген. Кешеден бастап, былайша айтқанда, өсіп келеді. Айдың басында бір өскен, одан кейін түскен. Бір сағаттық қарап көрсек, бірінші мына Fibonacci өзгерісін көрейік. Осы жерден бастап көлем көбейген жер. Шамамен 300-ден бастаған ба? Негізі өсу мына жерден бастап өскен. Аз бұл. Мына жерден көрейікші. Fibonacci сызығын сызған кезде, мынау бағаның кідіріп, қайтып ретест жасаған жерлері, Fibonacci'дің сандарының деңгейіне сәйкес келсе, сонда сізде мына осы сызғаныңыз дұрыс болып саналады. Қарасақ, мына жерге келіп тұр ма? Осы жер дұрыс сияқты. Бұл арақашықтық қандай екен? Мына жерден 30%-ға өскен. Қазір баға қарап тұрсақ, ортаңғы деңгейге келіп тұр екен. Техникалық анализ талдама не дейді екенбізге? Бір күндікте сатып алу керек дейді. 4 сағаттықта да сатып алу керек дейді. 2 сағат, 1 сағатта да сатып алу керек дейді. Қарап тұрсақ, барлық индикаторлар сатып алу керек дейді. Мына жақта өзіміз биржада көрейікші қалай екен. Мен бұл токенмен кеше қателеспесем бір сауда жасап көргенмін. GTO.
Басқа ма? Иә, мен кеше бір сауда жасап көргенмін. 751 мен ашып, 71-42 мен 1,2 доллар түскен. Вайлдтан кішкене сауда жасап. Енді бір сағаттық қарасақ, көлемдер қалай болып жатыр екен. Қарап тұрсақ, көлем азайып жатыр. Оған қазір қызығушылық көп емес. Күндікте де. Иә. Бұл жерде, мен ойымша, сатып алу емес, сатуға позиция ашқан дұрыс сияқты. Сіздерге мен алдында лимиттік және нарықтық тапсырыстар бойынша не ашқанды көрсеткем. Позиция енді тағы соның бір түрі бар. Ол соны көрейік. Айсберг деген тапсырыс түрі бар. Айсберг деген ол бірден позиция ашылмайды. Былайша айтқанда, сіз белгілі бір арақашықтықта тапсырысты ұстап отырасыз. Мысалы, мен қазір шортқа кіретін болсам, онда шорт, мысалы, немесе қазір бірінші нарықтық бағамен бір 10 жетеуі, 7 доллар. 10 жетеуі нарықтық бағамен шорт ашайын. Сонан кейін егер, ашпай тұрған кезде егер сіздер қай жерден бағаны қоятыныңыз белгісіз болып тұрса, бірақ ойнамалы мынаның бағаның жүруіне ілесіп отырып ашсын десеңіз, онда мына айсберг дегенді қойсаңыз болады. Мысалы, мен тағы да 10 жетеуі айсбергтен ашқым келді. Ертең бөлген кезде де 10-ға бір бөлікке бөлсін бәрі. Сөмнерде не бар? Ілесу лимиті өседі. Әрбір ордер жоғары жағына белгіленеді, сөйтіп қойылып отырады. Содан кейін арақашықтық нерде мен мөлшерлемемен қоям. 1% мөлшерлеме. Сөйтіп шорт десем, ол қалай жүреді? Қазіргі баға мысалы 71.90 болса, ол өзі ордерді 72.62 мен қойды. Жерде көрінбейді. Тек мына ашық ордерлерден көрінеді. Бұл, былайша айтқанда, уақытша ордер сияқты да, стоппен қойған сияқты. Осындай деңгейде қойды, баға өзгерген сайын, бұл да өзгертіп отырады. Бұл қай кезде ашылып кетуі керек деген сұрақ туындаса, егер бір белгілі бір әрбір секунд сайын тексеріп отырады ғой, бірден 1%-ға баға жоғары шарықтап кетсе, сол кезде ғана жұмыс істеп тұрады. Ал егер баяу, жай көбейіп отыратын болса, бұл да баға жоғары қарай қойып отыра береді. Сонда осылай белгілі бір деңгейге мына жерге барғанда ма, сол кезде ашылуы да мүмкін. Осы жетеуіні, былайша айтқанда, айсбергті мен кейде қолданам, егер нақты позиция ашу немесе орталандыруға белгісіз болған жағдайда. Тағы не, бұл жерде график бойынша да біз қазір ортада тұрмыз. Енді бұлай орталандыратын болсақ,
мен қазір 10 житиомен кірдім. Енді келесі 10 житио қай жерге қою болады? Бұл линияң сызықтар сызып көрейін бе? Бір жерде деңгейінде бар екен. Жері бар дейді. Жер кішкене көбірек екен. Тағы төменгі жақта бізде қазір жүріп тұрған жерлер. Бір жер ма? Міне егер орталандыру керек болса, екеуінің арасы жақын екен. Мына деңгейлерін жанына қойсақ болады. 74-46-да бір рет орталандырсақ. Сосын екінші рет 786-да орталандырсақ болады. Енді пара қоймайтын шығар. Не болды? Әзірше ашпады. Осылай ашатын кез болады. Енді мен жерде арақашықтық көбірек қойғаннан кейін ашпаған шығар. Сол үшін тоқтата салайын. Енді мына позициямыз ары қарай төмен кетіп жатыр плюске. Енді take profit қайда қойса екен. Мынадан түссе келесі деңгей ол мұны 382 деңгей екен. 39 ба? 2%. Мына жер 7%. Енді осы жерге қойсақ та болады. Осынан сәл жоғары жағына қойсақ 67-ге қоюға болады. Take profit. Take profitті сол 67-ге қойса. Тағы да қатып жатыр ма? Take profitті 0.67-ге қояйын. Көлем аз болғаннан кейін ба 0.49 дейді. Жарайды. Сіздер бұл жерде көлем маңызды емес. Сауданың болғаны маңызды ғой. Сонан кейін орталандыру үшін жаңа айттым. Қай жерлерге қоям дедім. 774.46 бағасына қояйын орталандыру. Көлемді кішкене мынадан көбірек қоямын. Мынаның 3-1 10 болса 15 деймін. Орталандырудың қойғанның өзінің бір стратегиясы бар. Мысалы, сіз 100% белгілі бір $100 бөлдік дейік, белгілі бір саудаға, позицияға.
соның бастапқыда 20%-мен кіресіз, яғни $20. Келесі деңгейде орталандыратын, келесі деңгейде Фибоначчи сандары бойынша ол жерге 30%-ын немесе $30 қоясыз. Соның үшінші деңгейде орталандырған кезде 50% қоясыз. Сонда егер сіздің неңіз бәрі дұрыс болып, екіншіден қайтса, орталандырғаныңыз жақындай түседі, және үшіншіден де өте жақындай түседі. Сонда осы жерге келіп, тіреліп, қайтып қайтатын болса, сізден позицияны жабу мүмкіндігі тезірек болады. Мен 20% дедім, мысалы 20% болса, 30%, содан 50%-ға көбірек. Содан кейін ең соңғысы осы екеуінің қосындысы, яғни 10 мен 15, 25 мен ең жоғарғы 25-ті қойып керек. 25-ті мен 78,09, 78 бен қоясыз, сонда болатын шығар. Шорт позициясын ашу. Орталандыру қойдым. Профит қойылды. Болды, енді күту керек. Сұрақ жоқ болса, осы позицияны қалдырамыз. Бүгін ертең қашан орындалады, сол кезде нәтижесін кешегідей жаңа неге өзімнің арнама қоятын боламын. Болды ғой, қазір негізгі нарық аюлар нарығы дейді. Көбінесе баға төмендегеннен пайда табасыз. Өйткені бағаның түсуі оптималдылығы жоғарырақ. Бұндай нарықты аюлар нарығы дейді. Ал егер бағаның өсуі немесе жоғары қарай көтерілуі оптималдылығы көбірек болса, онда ондай нарықты бұқалар нарығы дейді. Солай нарықты екі түрге бөледі. Қазіргі нарық бізде көбінесе болып тұрған аюлар нарығы. Мысал ретінде мына жерде нені көрсек, биткоин көбінесе биткоин мен кейде әрине альткоин де бір күндік көрейін. Қарасақ, мына биткоиннің кестесі баға түскен, қайтып енді мына осы жапон шамдарымен жасалған кестеде қолдау және қарсыластық деңгейлері болады ғой. Мына алдында түскен кезде мына деңгей қолдау деңгейі болған. Баға оны бұзып өтті де төмен түсті. Енді сол деңгей, былайша айтқанда, қарсыластық болып тұр. Қарсылық деңгейі. Сол қарсылық деңгейінен көбінесе бірден өте алмайды. Осы жерге тіреледі да қайттан қайтуы мүмкін. Көлемде азайған. Қайттан қайтып екінші рет келгенде, екінші рет немесе үшінші рет соны бұзып өтіп жоғары кетуі мүмкін. Көбінесе сол осы деңгейлерді мына Фибоначчи несін сызған кезде сол деңгейлер мына Фибоначчи сандарымен де сәйкес келсе, сіздің талдамаңыз және дұрыс жасалған болып саналады. Значит, оның несін қарасақ, тағы да содан кейін мен көңіл аударатыным мынау RSI деген индикатор. Бұл сауда жасалған кезде бағаның жоғары, индекс жоғары дейді ғой, немесе
қатты қызып тұрған кезі, яғни ал көбірек сатып алынған болса, анда ол деңгей мынадан жоғарылап өсіп кетеді. Немесе қатты көп сатылған болса, онда төмен қарай түсіп кетеді. RSI-да ескерген дұрыс. Біздің жетеміз. Енді біраз тұрады. Түске дейін тұра ма, кешке дейін тұра ма, өзі біледі. Бұл жерде айта алмайсың, мына жаққа барынша. Тұра берсін. Бүгінге жақсы. Егер эфирде сұрақтарыңыз болмаса, бүгінгі эфирімді аяқтайын. Қош сау бол.